Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 301-1 бабына сәйкес вейптарды немесе электронды темекілерді өндіру, тарату және Қазақстан аумағына әкелу үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген. Келесі, тексеріске дайындалыңыз. Міне, менің жеке заттарым. Бұл не? Елімізге вейпті кіргізуге тыйым салынған. Кешіріңіз, мен оны білмедім. Осы үшін сіз қылмыстық жауапкершілікке тартыласыз, және бұл тәркіленеді. Жетісу көлік прокуратурасы вейптерді, электронды темекілерді елімізге кіргізген немесе таратқан жағдайда 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделгенін ескертеді. Өткен жылы вейптерді сату, алып келу деректері бойынша 100-ге жуық сот үкімдері шығарылып, кінәлі тұлғалар бас бостандығынан айыру және басқа да жазаларға тартылды. Құрметті азаматтар, заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайды. Құқықтық мемлекетте заң мен тәртіп бәріне ортақ.